Сәлем қыз келіншектер, біз бүгінгі тақырыпта босану кезеңдері туралы айтатын боламыз. Жалпы сіздерге бүгінгі тақырыпта не үшін босану кезеңдерін мен айтып отырмын, және ол сіздер үшін неліктен маңызды. Өйткені қараңыздар, сіздерге мысалы мен айтып түсіндіретін жаңағы тыныс алу техникалары именно толғақ кезінде қай кезде күшену керек, қай кезде күшенбеу керек, қай кезде демалу керек, отдых жасау керек, соның барлығын осы кезеңдерге байланысты айтылады. Сіздер соны дұрыс жасау үшін сіздер именно кезеңдерді, босану кезеңдерін білулеріңіз керек. Өйткені қараңыздар қыздар, сіздер нақты бұл жерде цифралар болады, нақты уақыт болады. Сондықтан сіздер қағаз ручка алып жазып алыңыздар. Ол последующий сіздерге жүктілік кезінде де, осы жүктілік кезінде де өз көмегін тигізетін болады. Енді қазір 1 минут қыздар. Енді қараңыздар. Босану негізі 3 кезеңнен тұрады. Жалпы ұзақтығы общий 12 сағат, 18 сағат болуы мүмкін. Бұл примерный цифра. Өйткені әр әйелде босану уақыты әр әйелде әр түрлі өтеді. Мысалы, алғаш босанушы әйелдерде ол ұзағырақ өтуі мүмкін. Ал көп босанған әйелдерде бұдан қысқа болуы мүмкін. Өйткені олардың организмі уже жаттап алған, олардың организмде уже память бар. Қалай босану керек, қай кезде бару керек деген сияқты, қалай тыныс алу керек деген сияқты. Енді босану бізде 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бұл бізде регулярный схватки деп аталады, яғни ретті толғақ. Қазір мен сіздерге түсіндіретін болам, ретті толғақ қалай екен. Ретті толғақ басталғаннан бастап жатыр мойны 10 сантиметр ашылғанға дейін бізде бірінші кезең. Екінші кезең жатыр мойны 10 сантиметр ашылғаннан баланың бас толғанға дейінгі кезеңі. Үшінші кезең бұл бізде не кезеңі? Плацентаның жаңағы толуы, яғни баланың ұрық жолдасының толуы. Енді қараңыздар, бізде тұрақты толғақ, яғни ретті толғақ және ретсіз толғақ деген нәрсе болады. Яғни ретті толғақ дегеніміз, мысалы қараңыздар, әйелдерде толғақ қалай басталады? Іші тырысып бастайды, іші тас сияқты болып қалады. Сол тас сияқты болып қалғаны 10 минуттың ішінде 20-30 секундтан 2 рет толғақ болатын болса, және ол қайта-қайта қайталана беретін болса, яғни 10 минуттың ішінде, мысалы қараңыз, өзіңіз санайсыз, ішіңіз тырысты, уақыт санайсыз, 20 секунд, 30 секундқа созылды, потом босатты, жиырылғаны босатты. Потом тағы 5 минуттан кейін тағы басталды. Сөйтіп 10 минут сайын тоқтамастан усиление бола беретін болса, яғни кейбір әйелдерде айтолғақ деген нәрсе болады, яғни осындай толғақ болуы мүмкін, бірақ ол қалай болады? Анда-санда болады. Мысалы, бір күнде 2 рет болуы мүмкін, ол толғақ ішінің тырысып қалуы. Бір күнде 3 рет болуы мүмкін, немесе 2 күнде 1 болуы мүмкін, солай сияқты толғақ бола беретін болса, бұл бізде ай толғақ деп аталады. Ал ретті толғақ дегеніміз, ол толғақ, мысалы 10 минуттың ішінде 2 рет тырысса, ол арғарта уже усиление болады. Яғни, одан сайын ұзарады, толғақтың уақыты және тоқтамастан арғарта кете береді. Біз соны ретті толғақ деп атаймыз. Сонымен қатар, әр әйелде толғақ әртүрлі басталуы мүмкін. Ол біреуінде жаңағы мен айтқандай іші тырысып тас сияқты болып қалуы мүмкін. Содан басталуы мүмкін. Кейбіреулерде ол бел ауруынан басталуы мүмкін. Как етеккір келетін кезде беліңіз ауырып бастайды ғой, сон сияқты басталуы мүмкін. Негізі бұлай бел ауырып басталған толғақ кішкене қауіптірек. Неге? Өйткені көптеген жүкті әйелдер оны жай ғана бел ауруымен, жүктілік кезінде ауыратын бел ауруымен шатастыруы мүмкін. Ой, қойшы, жай ғана белім ауырып жатқан шығар, шыдайым ғой деп жүре беруі мүмкін. Сөйтетте ол неге әкелуі мүмкін? Ол үйде босанып қалуға әкелуі мүмкін. Сіз егер үйде босанып қалсаңыз, қазіргі уақытта бізде Қазақстан Республикасында үйде босануға ешқандай да рұқсат жоқ. Өйткені неге сізге және балаға уақытылы көмек көрсетіп үлгермейді. Егер де қандай да бір қауіп болатын болса, асқыну болатын болса, қан кету болатын болса, сізге көмек көрсетіліп үлгермейді. Егер балада да қандай да бір жаңағы
патологиялық жағдайлар болса, баланы реанимировать ететін жағдайлар болатын болса, ол кезде де сізге көмек көрсетіліп үлгермейді. Сондықтан соның алдын алу керек, және сіз соны шатастырмау керексіздер, қыздар, иә. Енді осы босанудың бірінші кезеңі, жаңа айттым, мен сіздерге, ол толғақ басталғаннан бастап жатыр мойны, мысалы мынау жатыр мойны дейді, қазір мен сіздерге суретте көрсететін боламын. Сол жатыр мойны жабық болады. Сол жабық жатыр мойны 10 сантиметрге дейін ашылады. Сол 10 сантиметрге дейінгі ашылған кезеңді біз бірінші кезең деп атаймыз. Ол бірінші кезең, жаңа айттым, 12-18 сағат, әртүрлі, ол бірінші 7-8 сағатқа созылуы мүмкін. Енді бұл кезеңдегі сіздің негізгі мақсатыңыз қандай? Бұл жерде полный релакс. Негізі бұл уақытта организм өзі барлығын ойластырып қойған негізі. Сіз тек бұл жағдайға кедергі жасамау керексіз. Сіз қалай кедергі жасауыңыз мүмкін? Бостан-бос айқайлауыңыз мүмкін, шыңғыруыңыз мүмкін, паника жасауыңыз мүмкін, стрессовый ситуацияда болуыңыз мүмкін, қорқыныш болуы мүмкін. Осының барлығы сіз сол арқылы сіз не істейсіз? Толғақтың дұрыс өтуіне, сол толғақ арқылы жатыр мойнның ашылуына кедергі жасайсыз. Яғни бұл сіздің кедергіңіз, сіздің мақсатыңыз. Бұл бірінші кезеңде дұрыс жаңағы босаңсу, релакс, босаңсу. Соны ұмытпаңыздар, қыздар, босаңсу. Ал қалған өзі істейді, ол жатыр, жатыр жиырылады, толғақ болады. Сол кезде оның басты мақсаты бірінші кезеңде ол жерде жатыр тырысуының, толғақтың басты мақсаты сіздің жатыр мойныңызды ашу. Ал сіздің мақсатыңыз релакс, босаңсу. Өйткені сіз егер именно босаңсу уақытында, толғақ кезінде дұрыс босаңсымасаңыз, релакс болмаса, сіз толғақты ұзартып жібересіз. Сөйтіп, сізде жаңағы толғақ ұзару мүмкін, слабость родовой деятельности деп аталады, дискоординация родовой деятельности деген бар. Именно осы кезеңдерде болады. Енді қараңыздар, мына жерде мен сіздерге сурет арқылы көрсетейін. Бірінші қараңыздар, бірінші суретте шейка матки деп көрініп тұр, шейка матки бірінші кезеңде бұл не ашық, жабық, бұл бірінші кезең, Потом екінші суретте разорванный амниотический мешок дейді, яғни амниоцентез деген бар. Егер де босану уақытында қағанақ су жарылмайтын болса, қолмен жаруға да болады, оны сіздерге қағанақ су кезінде айтатын боламын. Одан кейін міне қараңыздар, екінші кезеңі бұл баланың басы шығып жатыр, Бұл бізде екінші кезең, баланың басы шығып, баланың туылуына дейінгі кезең. Потом үшінші кезең бұл жерде бізде плацентаның туылуы, яғни қараңыздар, кейде босану уақыты кезінде бала полностью туылып болғаннан кейін туысқандары барлығы бар, о бала тезірек босанды, уже босанып қойды деп айту мүмкін, сразу бірден хабарласу мүмкін. Сол кезде сізге акушерка айтады, жоқ, тоқтай тұрыңыз, әлі босану біткен жоқ толық дейді. Неге? Өйткені баланың жолдасы бар қасында. Бұл ұрық жолдасы, немесе плацента деп айтаймыз. Сол плацента бізде әртүрлі орналасуы мүмкін, әртүрлі патологиялық жағдайлары болуы мүмкін. Соны исключать етуіміз керек. Яғни оның өзінің туылу уақыты бар бұның да, Бұл жерде плацентаның туылу уақыты примерно 30 минуттың ішінде плацента шығып үлгеру керек, Біз плацентаның қасында мынандай кіндік бауы бар, сонымен тракция дейді, жайлап, бетіп тартып шығарамыз. Ол кезде де кішкене схваткообразный боли болуы мүмкін, өйткені бұл жерде де жатыр жиырылады. Неге 30 минут берілген? Өйткені бұл жерде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, плацента аномалиялы орналасуы мүмкін, немесе жабысып қалуы мүмкін, приращение деп айтады. Ондай жағдайда сізге көмек көрсету үшін ол жерде қолын салып, акушерка, ол жатыр мойнын, плацентаның целостность деген бар, яғни жатыр, плацента жаңағы толық па, өзінің үш түрлі қабаты ол, сол қабаттары барлығы бар ма, қалып кеткен жоқ па, приращение болып жабысып қалған жоқ па, соның барлығын тексереді, Мен сіздерге тек қана бұл жерде сурет арқылы көрсетіп отырмын, қазір айтатын болам. Енді жаңа айтып кеткендей, қыздар, дұрыс босануға кедергі келтіретін жағдай бұл сіздің айқайлау, бостан-бос, стресс, қорқыныш. Өйткені сіздер ауру сезімі жоқ кезде қорқыныш арқылы
ауру сезімін өздеріңіз тудыруларыңыз мүмкін. Егер сөйтіп ауру сезімін өздеріңіз тудырсаңыздар, сіздерде толғақ қиын өтеді және ұзағырақ өтеді. Сол тезірек бітейін деп жатқан толғақты сіздер одан сайын ұзартып жібересіздер. Ол сіздерге эмоционалдық тұрғыда өте қиын болады. Енді қараңыздар. Жаңа айттым, мынау босанудың екінші кезеңі, бұл бізде азғантай уақыт болады. Ол примерно 2 сағат немесе 3 сағат. Мен айтқандай, жаңағы әр босанушыда ол әр түрлі. Біреулер 1,5 сағатта босанып жаңағы өтуі мүмкін. Екінші кезеңі баланың басы шығып, арғарта уже толуы. Яғни бұл жерде біз жатыр мойны толық ашылғаннан бастап баланың дүниеге келгенге дейінгі кезеңін айтамыз. Уже бала екінші кезеңде толғаннан кейін бірден сіздің үстіңізге жатқызады баланы. Қазіргі уақыттағы жаңағы безопасное материнство бойынша бірден баланы үстіңізге жатқызады. Неге? Өйткені қалыпты жағдайда бізде микрофлора болады, үстімізде білесіздер ғой. Ал бала толған кезде стерильный болады. Яғни оның сіздің жаңағы үстіңізге жалпы айналаға, қоршаған ортаға үйрену үшін сіздің микрофлораңыз балаға қонуы керек. Яғни сіз егер дұрыс босансаңыз, толғақты дұрыс өткізсеңіз, балаға ешқандай қысылып қалмай аман-есен босанатын болса, сіз дұрыс демалу техникасын қолдансаңыз, сол кезде сіздің алдыңызға, кеудеңізге баланы қоя алады. Ал егер қараңыздар, сіздер айқайлап, шыңғырып, қорқып, бостан бос өзіңіздің толғағыңызды ұзартып, слабость родовой деятельности болып, күшенбе деген кезде күшеніп, баланың басы именно сол уақытта қысылып қалса, ол кезде уже балаға не істеу керек? Реанимировать ету керек, көмек көрсету керек. Сол кезде не істейді? Ол сізді баланың кеудеңізге қоймайды, бірден алады да реанимациялық көмек көрсетуге алып кетуі мүмкін. Басқа жаққа алып кетеді, Яғни ол кезде балаға көмек көрсету керек болады. Сол кезде не істейді? Баланың үстіне больницаның микрофлорасы қонады. Внебольничная деп аталады, яғни инфекция болу қауіптілігі бар. Сондықтан желательно қыздар, постарайтесь, дұрыс демалуға, дұрыс жаңағы босаңсуға, релакс деп аталады. Күшенбе деген кезде күшенбей, күшен деген кезде күшеніп, акушерканың айтқанын тыңдап, мен сіздерге қазір көрсетем. Сол кезде солай дұрыс орындағандарыңыз дұрыс, өйткені сондай жағдайлар болса, баланы алып кетеді, сіздің микрофлораңыз балаға қонбайды. Ал егер жақсы босанып, аман-есен бала шығып, сіздің үстіңізге қойса, ол керемет, өйткені сіздің өзіңіздің арнайы кожаңызда микрофлора болады, бактериялар болады, грибоктар болады қалыпты жағдайда, соны баланың үстіне қондырасыз, сіздің үстіңізде 2 сағат бойына жатады. Яғни бала толған кезде стерильный болады, сондықтан оның үстіне бейімделу керек қоршаған ортаға, сіздің үйіңізге, ертең үйіңіздің де микрофлорасы мысалы сіздің үстіңізде бар, соған сіз жаңағы балаңыз сіздің бейімделу керек. Сіздің микрофлораңыз балаға қонуы тиіс. Енді қараңыздар. Мынау бұл жерде 3-ші кезең. Қазір мен тағы да әрқайсысына тоқталатын боламын, жеке-жеке. Жаңа айттым, плацента бұл бізде әртүрлі өзінің 3 қабаты болады, қабаттары болады. Сондықтан біз жаңағы плацента толған кезде обязательно на целостность тексереміз. Жаңа мен айтқандай, баланың басы, бала полностью толады, сіздің үстіңізге жатқызады, одан кейін не істейді? Кіндік бауын кеседі. Кескеннен кейін тракция деп аталады, бүйтіп тарту арқылы сізге тағы да ол кезде жаңа айттым, толғақ сияқты тағы да толғақ болады, өйткені жаңағы плацентаны сыртқа шығару керек. Сіз егер дұрыс жаңағы толғақты дұрыс өткізсеңіз, бұл жеңіл шығады, тартқан кезде. Сөйтеді, акушерка алып, оның целостность тексеріп шығады. 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттар полностью бар ма? Яғни арнайы өзінің уақыты бар, берілген. Тек қана 30 минуттың ішінде алып үлгеру керек. Неге? Өйткені жаңағы мен айтқандай патология бар, жабысып қалуы мүмкін. Егер жабысып қалса, приращение плацента деп айтады, ол кезде уже қолмен алуға тура келеді. Енді қазір қыздар, міне қараңыздар, мына жерде қараңыздар, бір рисунок арқылы көрсетейін. Кішкентай мына тесікті көріп тұрсыз, сол жерде примерно жатыр мойны деп алайық. Сізде мынандай жатыр мойны жабық болып тұрады, жабық. Енді сізде жаңағы 1-ші кезең бар, 1-ші кезең.
Сол бірінші кезең, яғни толғақ кезеңі ол сізде жайлап ашылады. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3 сантиметр, 4 сантиметр, 5 сантиметр, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни баланың басы сиятындай осындай ашылады. Міне көріп тұрсыздар ғой, суретте. Мынандай жабық неден? Именно осы бірінші кезеңде осылай. Яғни жабық жатыр мойнынан, яғни сол кезде ретті толғақ бастаған кезде толғақ ашады жатыр мойнын, Жаңа айттым, бірінші кезеңнің мақсаты жатыр мойнын ашу. Именно сол кездегі сіздің мақсатыңыз дұрыс босаңсу, релакс. Оны түсіндірем қазір тағы да демалу кезінде, Яғни, енді қараңыздар, мынау жатыр мойны жабық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ол сіз қалай білесіз оны? Сіз ертең жаңағы босануға баратын кезде акушерка немесе гинеколог палецпен тексереді. Сол кезде сізге айтады, 1 палец ашық, 2 палец ашық, 3 палец ашық, 4 палец ашық деп, сол арқылы біле аласыз қанша сантиметр ашылған. Яғни сізде 1 палец ашық десе, сізде 1 сантиметр ашық, 2 палец ашық десе, 2 сантиметр ашық, 3 палец ашық десе, 3 сантиметр ашық дегенді білдіреді. Жаңа мен айттым, қыздар, тағы да ұмытпаңыздар, бірінші кезең, яғни сізде регулярная родовая деятельность дейді, регулярная схватка басталғаннан сіздің жатыр мойныңыз 10 сантиметрге дейін ашылғанға дейінгі кезең бірінші кезең деп аталады. Сол аралықта сізде толғақ болады. Яғни қараңыздар, толғақ қалай болады? Жаңа айттым, жатыр тас құсап қатып қалады. Доп сияқты тас болып кетеді. Соны есептейсіздер өздеріңіз, примерно 10 минуттың ішінде 2 толғақ 30 секундқа созылатындай болса, ол сізде және де қайталана берсе 10 минуттан, тағы да 10 минуттан кейін 2 толғақ, тағы 10 минуттың ішіне 2 толғақ, тағы 10 минуттың ішіне 2 толғақ, тағы 10 минуттың ішіне 2 толғақ сөйтіп кете берсе, уже сізде бірінші кезең басталып жатыр. Родовая деятельность у вас регулярная дегенді білдіреді. Ретті толғақ басталып жатыр дегенді білдіреді. Ал егерде осы ішіңіздің тас сияқты тырысып қалғаны 2 сағатта 1, 3 сағатта 1, 5 сағатта 1 рет болса, онда ол сізде ай толғақ. Енді қараңыздар, осы именно толғақ кезінде сіздер дұрыс дем алып, дем шығарып, соны жасау керексіздер. Оны мен келесі сабақта айтатын боламын. Ал егер сізде толғақ емес уақыт бар ғой, қыздар. Сізде постоянно ішіңіз тұрып тұра бермейді ғой. Ішіңіз жатыр, ол тырысады тас сияқты. Потом 30 секундқа тырысып тұрады да, босаңсиды, жібереді. Именно сол уақытта сіздер, қыздар, дем алу керексіздер. Отдых. Түсініңіздер ғой, отдых, қыздар, дем алу керексіздер. Бостан-бос айқайлап, бостан-бос шыңғырып, сол кезде наоборот сізде ауру сезімін туып кетуі мүмкін. Ауру сезім пайда болуы мүмкін, яғни жаңағы толғақ емес уақыттарда, негізі қалыпты жағдайда, жаңағы ішіңіз тырысты, потом жіберді, жіберген кезде сіз дем аласыз ғой. Яғни отдых жасайсыз. Сол отдых кезінде сізде ауру сезімі болмауы тиіс. Егер сіздер жаңағы мен айтқандай демалу техниканы дұрыс қолданбасаңыз, айқайлап, шыңғырып, қорқыныш сондай бола берсе, сізде ауру сезімі, наоборот, сіз отдых жасап жатқан кезде де, ішіңіз тырыспай жатқан кезде де ауру сезімі болуы мүмкін. Ол уже дұрыс емес, қыздар. Ол кезде сіздер өзіңізге стоп дейсіздер. Стоп. Мысалы, мен Ақжүніс, мен, значит, дұрыс менде отдых кезінде ауру сезімі болып жатыр. Значит, мен дұрыс демалып жатқан жоқпын дейсіздер, қыздар. Ішіңіз тырысқан кезде, толғақ бастаған кезде сіздер дұрыс дем алып, дем шығару керексіздер. Оны мен сіздерде демалу техникаларында айтатын боламын. Жаңағы мен айтқандай, енді түсініңіздер ғой, ретті толғақты түсініңіздер. Каждый 10 минут сайын 20-30 секундқа созылатын 2 толғақ. Ішіңіздің тас сияқты тырысып қалады, 20-30 секунд, потом жібереді, потом тағы басталады 20-30 секундқа, сөйтіп 10 минуттың ішінде 2 толғақ. Әр қарта усиление болып кете береді. Толғақ ұзарады, усиление болады. Мысалы, жаңағы 20-30 секундқа болса, келесі жолы 30-40 секундқа созылуы мүмкін, толғақ ішіңіздің тұрысуы. Және 10 минут сайын, 9 минут сайын қайталана беруі мүмкін. Енді бел ауруынан басталады деп жаңа алдыңғы басында да айтып кеткен болатынмын. Бұл бел ауруынан басталуы, етектеріңіз келген кезде беліңіз ауырады, сол сияқты басталуы мүмкін. Толғақ бұл өте қауіпті, өйткені жаңа мен айтқандай үйде босанып қалу қаупі болуы мүмкін. Әйелдер оған мән бермеуі мүмкін. Жоқ, мен жаңағы
бұл жай ғана бел ауру, жүктілік кезінде итакта белім ауырып жүр деп. Сондықтан қыздар ондайды жіберіп алмаңыздар. Егер де үлкен срокта, доношный срокта беліңіз постоянно ішке тартып ауыра беретін болса, барып көріну керек. Өйткені бұл жерде біз үйде босанудың алдын алуымыз тиіс. Егер әйел үйде босанып қалса, сізге уақытылы көмек көрсетіліп үлгермейді. Өйткені үйде босанудың қауіптісі сізде қан кетуі мүмкін. Қан кету кезінде сізге сокращающий уколдар салу керек, оны сізге көмек көрсетіп үлгермей қалады. Егер балада қандай да бір патологиялық жағдайлар, срочно көмек көрсететін жағдайлар болса, тоже сізге көмек көрсетіліп үлгермейді, қыздар. Енді біздер сіздерге толық тоқтаймыз қазір босанудың бірінші кезеңіне, я? Жалпы жаңағы мен айтқандай, босанудың бірінші кезеңі ретті, толғақ, регулярная родовая деятельностьтен жатыр мойнының 10 сантиметрге дейін ашылуы деп айттым, я? Именно сол уақыт бізде қыздар үшке бөлінеді. Прям жазып алыңыздар, ол сіздерге, мен сіздерге ертең қай кезде дем алып, дем шығару, солар осы кезеңдерге байланысты. Сіздерге жаңағы толғақ кезіне қалай босаңсу, соның барлығы осы кезеңдерге байланысты. Сіздер кезеңдерін міндетті түрде білу керексіздер. Енді осы бірінші кезеңі босанудың регулярная родовая деятельностьтен жатыр мойнының 10 сантиметрге дейін ашылуы. Қыздар, мен айтқандай, сіздер жаңа ойлауыңыз мүмкін, жатыр мойнының 10 сантиметр, 5 сантиметр ашылған біз қақтан білеміз депші? Оны қазір сіздерге түсіндірем. Негізі акушерканың айту сөзінен нақты білуге болады да. Мысалы, сіздің жатыр мойныңыз 4 сантиметр ашылды десе, менде, значит, бірінші кезең әлі деп, я? 3 сантиметр десе, 3 палец деп айтады. Олар палецпен айтады негізі. 3 палец, 4 палец, 5 палец дейді. Значит, 5 сантиметр ашылды, 6 палец болса 6 сантиметр ашылды деген сияқты, я? Енді босанудың бірінші кезеңі 3 кезеңнен тұрады. Латентный, белсенді және өтпелі кезеңдерден тұрады, я? Бұл кезеңнің жаңағы мана ең басында айтып кеттім мақсаты, бұл бірінші кезеңнің мақсаты сіздің жатыр мойныңызды толық ашу, баланың төменге қарай түсуін қамтамасыз етеді. Ал босанушы әйел сіздің мақсатыңыз бұл толық босаңсу, релакс. Яғни қандай релакс? Яғни отдых кезінде сізге массаж жасау арқылы, ауру сезім басуға болады, медитация, гипноз, арнайы позаларды, өзіңізге ыңғайлы позаны қолдану, дұрыс дем алу, дем шығару, сондай нәрселерді қолдану арқылы сізде бұл жерде толық релакс болу тиіс, я? Енді сізге партнер да көмектесу мүмкін. Бұл партнердің мақсаты сізге не істеу керек? Сізге толық босаңсуға көмектесу керек, я? Желательно сіздің қасыңыздағы партнер да осы ақпараттарды негізі білгені дұрыс, я? Сізге қандай көмек көрсете алатындығын, сізге массаждар жасау арқылы, сізге ауру сезімін басуға көмектесу арқылы қандай массаждар жасауға болады, мені оны толық келесі сабақтарда айтатын боламыз, я? Ауру сезім басу үшін қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек, сол туралы айтатын боламыз. Партнердің негізі қараңыздар, қазіргі уақытта бізде уже пандемия уақыты болса да, партнерға қазірге кіруге рұқсат етілді. Бірақ та ол обязательно, ол кісі міндетті түрде ПЦР-ге, ковидке анализ тапсыру тиіс. Ол қазіргі уақытта оның срок годности 3 күнге жарамды, қыздар. Сондықтан өздеріңіздің акушер-гинекологтарыңыздың уточните, я? Қанша күнге жарамды екен, өйткені приказдар күнделікті өзгеріп жатыр, я? Тек қана 3 күнге жарамды, қыздар. Енді қараңыздар, мына жерде уақыт бойынша көрсетілді. Жатыр мойнының 10 сантиметрге ашылуға дейінгі кезеңін біз бірінші үшке бөлеміз. Латентный фаза, активный фаза және переходная фаза. Переходная фаза бізде ол өте қысқа период. Енді қараңыздар, латентный фаза бізде бұл жатыр мойны 0, яғни жабық жатыр мойнынан, мысалы мынау жабық жатыр мойнынан 4 сантиметрге дейінгі жатыр мойнының ашылуы, я? 4 сантиметрге дейін ашылу кезеңін біз ол кезде уже латентный фаза деп айтамыз. Қараңыздар, қыздар, бұл сіздерге фазаларды білу не үшін маңызды? Өйткені мына қысқа период кезінде сізде ерте күшеніп қою уақыты болуы мүмкін. Сол кезде сіз ерте күшеніп қоймасы үшін қай кезде күшеніп қоймау керек, сол туралы соны білу үшін айтылады бұл период. Ал активті фаза бұл жаңағы сіз роддомға баратын кезде қай кезеңде барғаныңыз дұрыс, сол туралы, Енді қараңыздар, үшке бөлінеді. Бұл бірінші латентный фаза,
активный фаза және переходная фаза. Латентный фаза кезінде жатыр мойны мысалы мына жабық, яғни 0,4 сантиметрге дейін ашылады. Бұл кезеңнің ұзақтығы 7-8 сағат, бірақ енді нақты қатып қалған цифра жоқ, ол әркімде әртүрлі. Біреуінде 6 сағат болуы мүмкін, біреуінде 9 сағат болуы мүмкін. Бір сағатта жатыр мойны бұл жерде 0,5 сантиметрге дейін ашылады. Яғни толғақтың ұзақтығы бұл жерде 30 секунд, толғақ арасы 10 минут. Жаңа мен айттым ең басында. 10 минуттың ішінде сізде 2 толғақ болады, толғақ сізге ішіңіздің тырысып қалғаны тақ сияқты 30 секундқа созылады. Тағы да босаңсиды, тағы 10 минуттың ішінде 2 толғақ, ол 30 секундқа созылады, ішіңіз тырысады 30 секунд. Именно осы уақыттарда сізде уже латентный фаза кезеңі, яғни сіздер уже роддомға барған кезде сізге айтады, 4 сантиметр ашық, немесе 3 сантиметр соған қарап білсеңіз болады, немесе өзіңіздің толғағыңыздың жиілігіне қарай біле аласыз өзіңіз. Мысалы сізде жаңа мен айтқандай 10 минуттың ішінде 2 толғақ 30 секундқа созылады, тағы 10 минутта 2 толғақ, тағы 10 минутта 2 толғақ, тағы 10 минутта 2 толғақ, солай жүре берсе 3-4 сағат, значит сізде әлі латентный фаза. Примерно өзіңіз білсеңіз болады сол толғақтың жиілігіне қарай. Қыздар, 1 минут. Енді екі активті кезең. Неге бұл кезеңді айтып отырмын, қыздар, сіздер өйткені мына латентный фазаны сіздер, егер сізде жүктілік жақсы өтіріп жатса, физиологиялық жағдай болса, сіз бұл уақытты уже үйде өткізсеңіз болады. Уже примерно активный фазада уже дайындалып барсаңыздар болады. Енді активный фаза бұл бізде жатыр мойнының 4 сантиметр ашылғаннан 7 сантиметрге дейінгі ашылған кезеңі. Әр уақыт әр түрлі. Әйелдерде ол 8 сағат, 12 сағат деп қойдым мына жерге, бірақ ол 5 сағатқа созылуы мүмкін. Көп босанған әйелдерде, бірінші первородка әйелдерде 12 сағатқа созылуы мүмкін. 1 сағатта жатыр мойны 1 сантиметрге ашылады. Енді бұл уақытта уже не істейді? Толғақ не істейді? Ұзарады. Толғақ ұзарады. Толғақ арасындағы уақыт қысқарады. Мысалы, жаңа мына жерде 10 минутта 30 секундқа созылған толғақ, 10 минуттың ішінде тағы 30 секунд, 10 минутта 30 секундқа созылса, мына жерде уже сізде толғақ не істейді? Сізде 5 минут, 3 минут, 5 минут. 3 минут демаласыз, сізде уже жаңағы толғақтың арасы ұзарады. Жаңа 30 секунд болса, енді 40 секунд, 50 секунд, 1 минутқа дейін баруы мүмкін. Ішіңіздің тырысқаны сізде уже 1 минутқа дейін барады. 40 секундтан бастап 1 минутқа дейін. То есть ұзақ тас болып тұрады қыздар ішіңіз. Ал ол демалатын уақытыңыз арасындағы, яғни отдых бар ғой, отдых. Тыныс алып демалу дем шығарамыз, отдых арасындағы. Жаңағы жатырыңыз жиырылғаны, тырысқаны жіберген уақыт уже қысқара бастайды. Яғни 3-5 минут болуы мүмкін. Бұл жерде енді 7 сантиметрге дейін ашылған кезеңі. Енді переходная фаза бұл өте маңызды уақыт, өйткені қараңыз, бұл жерде сіздің жатыр мойныңыздың 7 сантиметрден 10 сантиметрге дейін ашылған кезең. Бұл өте қысқа уақыт, бірақ бұл жерде ішіңіз қатты ауыруы мүмкін, өйткені бұл жерде толғақ ұзағырақ болады, 1 минутқа созылуы мүмкін. Сіздің жаңағы отдых араңыз всего лишь 1 минут немесе 3 минут болуы мүмкін. Бірақ бұл жақсы өткізсеңіз тез өтіп бітеді. Қатты қорқудың да қажет жоқ. Неге? Өйткені бұл тез өтеді. Сіз дұрыс дем алып, дұрыс дем шығарсаңыз, яғни мысалы ішіңіз тырысып тұр, тас сияқты болып. Сол уақытта дұрыс дем алып, демді шығарып, дем алып, дем шығарып, дұрыс, сөйтіп жасасаңыз, сол кезде тез өтеді толғағыңыз. Именно бұл фазада көп нәрсені жіберетін нәрсе бар. Жаңа пропускать ететін әйелдердің уже бұл уақытта примерно 7 сантиметр мен 10 сантиметрге ашылған уақыт аралығында әйелдерде уже күшенгісі келіп баратады. Үлкен дәретке барғысы келген сияқты, баланы сыртқа шығарғысы келген сияқты күшенгісі келіп баратады. Бұл кезде қараңыз, бірақ әлі ашылған жоқ жатыр мойны. Уже 10 сантиметр емес, 7 сантиметр, баланың басы әлі сыймайды. Ал сіз бірақ уже күшеніп қойсаңыз, сізге уже осы кезде акушерка немесе гинеколог тексеріп отырады, сізге күшенбе деп айтады. Сен бірақ айтасың, мен күшегім келіп баратыр, үлкен дәретке барғым келетін сияқты болып баратыр дейсің да. Бірақ саған акушерка айтады, жоқ, дайын емес әлі сенің шейкің, әлі 7 сантиметр, әлі 10 сантиметр болу керек десе, сен күшенбеу керексің, Именно осы күшенбеу керек, қалай күшенбеу керек, соның да өзінің техникасы бар. Оны мен демалу техникасында айтамын. Сіздер қараңыздар, именно осы моментте
сіз күшенгіңіз келіп баратыр, үлкен дәретке барғыңыз келген сияқты чувство болып баратыр, бірақ жатыр мойныңыз әлі 10 сантиметрге жеткен жоқ, 7 сантиметр болып тұр, немесе 8 сантиметр болып тұр. Сіз сол моментте күшеніп қойсаңыз, баланың басы тық етіп шығып кетеді да, барады да, сіздің жатыр мойын жыртылады промежность, во-первых, немесе баланың басы барады да, сол жерге қысылып қалады. Вот, осы моментті упускать етіп алмау керексіздер, қыздар, иә? Түсініңіздер ғой? Именно осы моментте күшенбе деген кезде күшенбейсіздер. Күшен деген кезде күшенесіздер. Дәрігердің акушерканың айтқан тыңдау керексіздер. Ол кездегі де, мысалы, дәрігер сізге күшенбе, бірақ күшенгің келіп баратыр, күшенбе деп айтатын болса, сол кездегі тыныс алу техникасын мен сіздерге келесі жолы дем алу техникаларында айтатын боламын. Енді қараңыздар, бұл өтпелі кезең, яғни переходная зона, переходная фаза, то есть переходная фаза. Жаңа айттым, иә, дұрыс дем алмасаңыз, артық күшеніп қойсаңыз, баланың басы қысылып қалады, или сол моментте сіздер жыртып жібересіздер. Тағы бір момент, қыздар, мен сіздерге айттым мана, иә, ішіңіз тырысады, толғақ болады, бірақ толғақ үнемі бола бермейді сізде. Ішіңіз тырысады, иә, потом жібереді. Сол жіберген бос уақытта сізде, яғни демалатын, демалу дем шығару емес, вдох-выдох емес, отдых, яғни отдых, иә, сол отдых арасында сіз не істей аласыз? Демалып, музыка тыңдағыңыз келсе, музыка тыңдаңыз, иә? Перекус жасағыңыз келсе, перекус жасаңыз. Ұйықтап алуға да болады, иә? Өйткені сізге не керек? Энергия керек. Энергия сізде айқайлауға, шыңғыруға, қорқынышқа кетпеу керек. Және дұрыс емес демалуға кетпеу керек. Сізге бар энергияңызды осы баланың басы шығатын, именно осы өтпелі кезеңге керек. Сол моментке сіз күш сақтау керексіз, иә? Перекус жасап алсаңыз болады, су ішсеңіз болады, иә? Су ішуге де болады, ұйықтап алуға да болады, иә? Именно қараңыз, кіші дәретке барғыңыз келсе, барып алсаңыз да болады. Өйткені неге? Егер мочевой пузыріңіз сіздің толып тұрса, именно жаңа өтпелі кезеңде баланың басы шығатын кезде бала шыға алмай қалады, өйткені сіздің мочевой пузыріңіз қысады, қыздар, иә? Ыңғайсыз болуы мүмкін, толғақ қиын өтеді, ол кезде баланың басы дұрыс шықпай қалады. Яғни сол сіздер дем алу керексіздер, дұрыс отдых жасау керексіздер, бар энергияны осы кезеңге сақтау керексіздер, иә? Негізі қараңыздар, мен сіздерге айттым, сіздер дұрыс дем алу техникаларын қолдану арқылы сізде эндорфин негізі қалыпты жағдайда жүктілі әйелге жалпы табиғат көмектеседі. Өйткені әйелде эндорфин гормондары бөлініп, ауру сезімін басылып отырады. Егер сіз дұрыс дем алып, дем шығарсаңыз, сіздер отдых кезінде, яғни ішіңіз тырыспаған уақытта, сіздер ешқандай да ауру сезімін қалыпты жағдайда сезбеу керексіздер. Егер сіз ауру сезімі ұзарып созылып жатса, значит сіз дұрыс дем алып жатқан жоқсыз. Дұрыс техникаларды қолданып жатқан жоқсыз. Дұрыс босаңсып, релакс жасап жатқан жоқсыз дегенді білдіреді, иә, қыздар? Сондықтан осының барлығын сақтау өте маңызды. Енді қараңыздар, егер сіз ешқандай да осы мен айтқан техникаларды, егер сізде, то есть келесі айтатын, соны дұрыс қолданбай, күшенбе деген кезде күшеніп, бар энергияңызды қорқынышпен, стресске, айқайлауға кетірсеңіз, паникаға, сізде жатыр мойныңыз дұрыс ашылмайды, қыздар. Қыздар, енді мұнан жаңағы нәрсе бар, слабость родовой деятельности деген, сізде қанша толғақ болса да, сіздер жаңағындай дұрыс дем алмай, дем шығармай, дұрыс отдых жасамайтын болсаңыздар, сізде қанша толғақ созылғанмен сіздің жатыр мойныңыз ашылмай мүмкін. Жатыр мойны ашылмаса не істейміз біздер? Сіздерді кесір тілігіне алуымыз мүмкін, оның тағы да артық последствиялары болады, қыздар. Енді қыздар қараңыздар, иә? Енді вообще негізі полностью былай қалыпты жағдайда былай есептеп көретін болсақ, барлық толғақ уақыттары бар ғой сізде болатын. Ол всего лишь 1,5 сағаттай болады екен, қыздар. Сіздер дұрыс дем алып дем шығарсаңыздар, всего лишь 1,5 сағат. Бірақ ол сіздерге ұзақ сияқты болып көрінуі мүмкін. Жаңа мен айтқандай, именно отдых жасайтын кезде дем алыңыздар, қыздар, иә? Артық ешнәрсе ойламаңыздар. Релакс жасаңыздар, иә? Музыка тыңдаңыздар, компьютер ойнайсыз ба, жаңа телевизор көресіз ба, кино көресіз ба, иә? Қасыңыздағы партнеріңізбен сөйлесесіз бе, әңгіме айтасыз ба, сондай нәрсемен айналысыңыздар, иә? Қалған уақыт толғақ арасындағы дем алу кезеңі. Яғни толғақ всего лишь жаңағы 30 секунд, 40 секунд бәрін қосқан кезде всего лишь 1,5
сағат болады екен, иә. Сіздер осыны білсеңіздер, енді эмоциональный тұрғыда сізде қорқыныштың уже өзі кетіп қалады, иә. Қорқыныштың өзі қыздар көп жаңағы толғақты ұзартып жіберетін сол қорқыныш. Сондықтан сондай қорқынышыңызды басыңыздар. Толғақ всего лишь мен 30 секундтарда есептейтін болсақ, всего лишь 1,5 сағатқа созылады қыздар, иә. Енді сіздерге тағы да айтатын нәрсе, мен сіздерге айттым, иә, дұрыс дем алу, дем шығару кезінде біз қалай көмектесеміз жатыр мойнының ашылуына, жатырдың дұрыс жиырылуына. Сіз оттегі бересіз, иә. Өйткені жатырда оттегі болса, бұлшықеттерінде ол дұрыс жиырылады және де жатыр мойнын дұрыстап ашады. Сондықтан дем алу техникасына көп мән беріңіздер, қыздар. Ол туралы тоже тағы да айтатын боламын, иә. Енді жаңа айттым, отдых арасында толғақ жоқ кезде перекус жасаңыздар, жеңіл бір нәрсе жеп алыңыздар, иә. Йогурт ішіңіздер, су ішіңіздер. Сондай нәрсемен айналысуға болады, қыздар. Енді жаңа айттым, толғақ кезінде жеңіл тамақ жеуге болады, газдалмаған су, перекус жеуге болады, иә. Кстати, сіздер қорықпаңыздар, қыздар, кейде дәрігерлер, мысалы акушеркалар сізді бір тексерді кетіп қалуы мүмкін. Это нормально. Неге? Өйткені сіз босанып жатқан жерде сізден басқа бірнеше әйел босанып жатқан болуы мүмкін, иә. Ал дежурствода всего лишь 1-2 шақ қана акушерка болады. Неге? Өйткені қараңыздар, ол сізді қайта-қайта қасыңызда отыра бергені де тиімсіз. Өйткені қараңыздар, олар тек қана не істейді? Сіздің жатыр мойныңыздың ашылғанын палецпен тексеріп отырады, иә. Негізі қалыпты жағдайда әрбір 4 сағат сайын ғана тексеріп отырады. Баратта 4 сағат сайын акушер гинеколог немесе акушерка келіп тексеріп отырады. Жатыр мойны сізде қаншалықты ашылғанын, иә. Ал егер қандай да бір патологиялық жағдайлар болатын болса, әйелде ол кезде уже редко жиі келіп тұратын болады. Сондықтан мені көрмей қалды, мені тез қарамады, мені тез-тезден тексермеді, жанымда отырмады деп қыздар ондай қорқыныш өздеріңізге ұялатпаңыздар, иә. Главное, сіздерде ешқандай патологиялық жағдай болмаса, кесіртілігі болмайтын болса, срочно көмек көрсететін жағдайлар болмайтын болса, қалыпты жағдайда өтіп жатқан болса, сіз өзіңіз немесе партнеріңіз екеуіңіз дұрыс дем алу, дем шығару техникалары арқылы, босаңсу, релакс арқылы, отдых арқылы дұрыс өткізе аласыздар. Ал акушерка гинекологтың міндеті сізге указ беріп отыру, яғни дұрыс дем ал, дем шығар немесе күшен деп толғақ арасында, иә. И сонымен қатар 4 сағат сайын сізді келіп тексеріп отырады. Мені тексермеді, маған қарамады деп қыздар өздеріңіз қиыншылық тудыртпаңыздар, иә. Кейбір жағдайларда мынандай КТГ аппараты болады. Біреуін сіздің ішіңізге қояды, біреусін астына қояды. Яғни баланың жүрек соғысы, екіншісі сіздің жатырыңыздың жиырылуын анықтайтын, иә, қаншалықты. Бұл КТГ аппараты барлығына бірден қойыла бермейді. Оның өзінің тек қана показаниялар болады, дистресс болады, яғни балада жаңағыдай қандай да бір жүрек соғысы нашарлап жатса, гипоксия болып жатса, сондай жағдайларда ғана тексеріледі. Бұл жағдайда да мысалы сіздің қасыңыздағы бір әйелде КТГ аппарат қойды, маған қоймады деген сияқты тоже сондай қорқыныштар болмасын, қыздар. Бұл тек қана показания бойынша қойылатын аппарат. Енді босанудың екінші кезеңі бұл бізде жатыр мойнының толық ашылуынан баланың дүниеге келуімен аяқталады деп айттым, иә. Бұл жерде қараңыз, пассивті кезең және белсенді кезең деген болады. Пассивный кезең деген жатыр мойны ашылды, содан уже күшену, потуги, иә. Потуги басталғанға дейінгі кезең. Енді белсенді кезең деген потуги, яғни күшену басталғаннан уже баланың толғанға дейінгі кезеңі. Бұл жерде де мен сіздерге қазір күшену техника, қай кезде күшену керек, қай кезде күшенбеу керек, сол туралы жаңағы демалу техникаларына айтатын боламын. Жаңағы мен айтқандай қыздар сіздерге айттым, именно осы босанудың екінші кезеңінде сізде потуге басталады, сізге күшенуге болады, именно сіздің жатыр мойныңыз уже 10 сантиметр ашылған кезде. Ал егер 10 сантиметрге дейін жаңағындай мен айтқанда переходная фаза болатын болса, ол кезде сізге күшенуге болмайды. Ол кезде сіздің жатыр мойныңыз әлі 7-8 сантиметр ашылған жоқ толық, ал сіз күшеніп қойсаңыз, баланың басы қысылып қалады или жыртыласыз. Ал егер 10 сантиметр ашылды дейтін болса, акушер-гинеколог келеді, тексереді сізді, 10 палец ашық, все болды деген кезде, уже күшен деген кезде, уже күшені бересіз. Потуге басталады. Сол бірақ та қараңыздар, бізде потуге, яғни босанудың екінші кезеңі, баланы толып атқан кезеңі, ол кезде әркімде әртүрлі созылады. Егер сіздер шыдамай, эпидуральный анестезия салдыртатын болсаңыз, ол сізде толғақ ұзарады. Мысалы, сізде
екінші кезең 2 сағатқа созылатын болса, сіздер егер де эпидуральный анестезия салдыртсаңыз, ол сізде 3 сағатқа созылуы мүмкін, қыздар. Егер жаңағы әр әйелде әртүрлі, мен айтқанда жаңағы көп босанушы әйелдерде 1 сағатқа созылса, бірақ ол анестезия салдыртса, ол 2 сағатқа созылуы мүмкін, түсініңіздер ғой. Енді эпидуральный анестезияның өзінің енді көп адамдар сұрап жатады, жаңағы асқынулары бола ма, белім ауырады постоянно деп, негізі көп қыз-келіншектер өзі жүктілік кезінде дұрыс тексермейді. Кейбіреулерінде остеохондроз болуы мүмкін, кейбіреулерінде грыжа болуы мүмкін, кейбіреулерінде жаңағы сколиоз болуы мүмкін. Сондай жағдайларды көп әйелдер мән бермейді да, тексерілмейді да, сөйтеді, осындай кезде анализ кезде салдырады да, и босанған соң сондай жаңағы постоянно бел ауруы деген сияқты сондай ауру сезімдері үнемі присутствовать етуі мүмкін. Енді қараңыздар, бұл жерде енді аса қауіпті бір жағдай емес эпидуральный анестезия, өйткені оны опытный врач салады сізге, яғни эпидуральный пространствоға салады. Сол жерде біз больді уақытша шектейміз. Неге? Өйткені біздер білесіздер, жатырдағы кіші жамбас ағзаларындағы полный нервный окончаниялар именно осы белге жиналады. Сол белден барып, жоғары қарай көтеріліп, жолмен миға барады сигнал. Енді сол сигналды біздер уақытша отключка жасаймыз, яғни кесіп тастаймыз. Ол қай жер? Жаңағы белдегі арқылы. Белдегі эпидуральный пространствоға обезболивающий саламыз. Соны учитывать етіңіздер, қыздар. Егер сіздер жаңағындай эпидуральный анестезия салдыртатын болсаңыз, сіздің толғағыңыз ұзарады. Енді қараңыздар, екінші кезең, именно осы кезеңде толғақ баланың басы шығатқан кезде қатты жерге отыруға болмайды, қыздар. Мынандай поза бар, на четвереньках немесе на корточках деп аталады. Осы кезде сізге баланың басының тез шығу оңай болады. Өйткені бұл жерде жерге тартылыс күші бар. Мынандай на четвереньках тұрсаңыз, сіз жаңа босанып жатқан кезде баланың басы тезірек шығады, өйткені жердің тартылыс күші бар. Сол жердің тартылыс күшімен осындай позаны таңдауға болады. Ол поза туралы да мен сіздерге алдағы уақытта тағы да айтатын боламын. Мынау бізде еще андай поза бар. Мынау вертикальный поза деп аталады. Егер де кіші дәретке барғыңыз келсе, қыздар барып алыңыздар. Өйткені мен жаңа айтқандай, сіздер отдых кезінде сіздер су ішесіздер, әр нәрсені жейсіздер. Сол кезде кіші дәретке барғыңыз келсе, барып алыңыздар. Өйткені сізде қоғыңыз толып тұрса, баланың басы дұрыс шықпайды. Мен жаңа айтқандай, бала туыла сала сіздің кеудеңізге қояды, 30 минуттың ішінде киіндіреді, көзіне тетрациклин жағады. Гонобленореяның алдын алу мақсатында. Одан кейін екінші кезеңде аяқталған соң сіздің аяғыңызға, яғни саныңызға окситоцин салады. Не үшін салады? Оны салу үшін де сізден рұқсат сұралады арнайы, өйткені окситоцин, өйткені бізге жатырды жиырылтуға қажет, чтобы сізде қан кетіп қалмас үшін, сондай асқынулар болмас үшін, жатырды жаңағы босаңсыту үшін, яғни жатырды тонуста болып тұрады, соны босаңсыту үшін бізге обязательно окситоцин уколын сізге салады, қыздар. Енді қараңыздар, босанудың үшінші кезеңі, мен жаңа айтқандай, енді қайта-қайта айта бермей қойын бұл жерде, қыздар. Всего лишь жарты сағаттың ішінде сіздің плацентаңызды шығарып үлгеру керек, өйткені жаңағындай мен айтқанда превращение, яғни плацентаның жабысып қалу сияқты әртүрлі патологияның алдын алу мақсатында, 30 минуттың ішінде. Мен жаңа тағы да айттым, сіз бала стерильный болады, арнайы сіздің тепловой контакт болу керек, баланы үстіңе қойған кезде баланың қолынан ұстап, сөздер айтып, тепловой контакт орнатуыңыз керек, өйткені сіздің микробиомаңыз балаға қонуы тиіс. Енді босану кезіндегі қандай манипуляциялар бар? Бұл туралы да тоже айта кетейін. Босану тамырға салынатын арнайы катетерлер болады. Қазір мен сіздерге суретін көрсетейін. Бірақ ол барлық әйелдерге салына бермейді. Ой, қыздар, мен мына жерде суретін көрсетуді ұмытып кетіппін. Ладно. Арнайы катетер болады. Ол катетер ине емес, ол как андай пластиковый нәрседе бір салып қояды, болды, сонымен тамырыңызда тұра береді. Неге? Өйткені ол сізге мынандай жағдайлар болады. Кесар тілігінен кейін кейбірде қан кететін жағдайлар болады, әйелдерде. Преэклампсия деген бар, давлениенің көтеріліп кетуі. Сондай жағдайлар кезінде әйелге жаңағы уақытылы қан құйып, уақытылы жидкость қойып үлгеру үшін екі жақтан достық болу керек. Сол үшін сізге тамырға салынатын катетер қою мүмкін. Сосын КТГ деген аппарат бар, жаңа кардиотокография, ол туралы да жаңа айтып кеттім.
сонымен қатар амниотомияны ол мен сіздерге қағанақ суы кезінде айтатын боламын. Кіші дәретке арналған катетер тоже барлығына да салына бермейді. Егер де сізде мысалы босанып жатқан кезде кіші дәретке бара алмай жатсаңыз, қолыңыз бірақ толып тұрса, катетер салу мүмкін. Арнайы катетер фалея деп аталады. Немесе жаңағындай прекламсия деген состояние бар, қыздар. Давление көтеріліп, аяғы ісініп, әйелде бізәрінде белок пайда болып, давлениесі 140-тан 180, 160-қа дейін көтерілетін болса, осы жағдайда сізге обязательно катетер салынады, я. Вагинальный қарау только 4 сағат сайын ғана қарап отырады. Қалған жағдайларда тек қана показания бойынша, я. Окситоцин туралы тоже айттым. Эпизиоперинеотомия туралы сіздерге тоже ненің кезінде айттым. Массаж промежности өйткені ол қалай қияды, қандай жағдайға келтіру мүмкін. Вакуум экстракция деген жағдай бар, қыздар, кстати. Вакуум экстракция деген жаңа мен айтқандай, мына жерде суретін көрсетейін. Міне қараңыздар. Вакуум экстракция деген, мысалы сіз жаңа айттым, күшенбе деген кезде өтпелі кезең 7-8 см ашылып тұрған, сіз барыңызда күшенгіңіз келіп баратыр, күшеніп қойдыңыз. Баланың басы тұрды да шықпай қалды. Сондай жағдай болған кезде, немесе сіз дұрыс күшенбедіңіз, жатыр мойныңыз дұрыс ашылмай жатса, баланың басы қысылып, бірақ ортада тұрып қалса, не істейді? Амал жоқ. Осындай шаң сорғыш сияқты нәрсе бар, вакуум экстракциясы. Яғни өзінің насадкасы бар, арнайы тартатын, сонымен баланың басын тартып шығарып алады. Амал жоқ, өйткені сіздер сондай жағдайға өздеріңіз доводить етіп тұрсыздар. Неге, қыздар? Өйткені көп нәрсе бұл жағдайда, 90% жағдайда баланың дұрыс босануы сізге байланысты. Егер сізде ешқандай патология болмаса, физиологиялық жүктілік болып жатырса, көп нәрсе сізге байланысты. Қалғаны 10% жағдайда акушерка немесе гинекологқа байланысты. Егер сіз осылай жаңағы жатыр мойныңыз дұрыс ашылмай, қысылып қалатын болса, осылай насадкасы бар, вакуум экстракциямен тартуға тура келеді. Оның кейін өзінің тоже жаңағы последствиясы бар. Өйткені жаңа кефалогематома, баланың басында гематоманың пайда болуына әкелуі мүмкін, сондай сияқты әртүрлі жағдайларға әкелуі мүмкін. Енді қыздар қараңыздар, қашан перзентханаға бару керексіздер, Егер сізде кесір тілігіне дайындалатын жағдай болса, арнайы планированный деп аталады. Ол кезде сіздер арнайы өзінің аптасында, 38 апта немесе 39 аптада барасыздар, барлық анализдеріңізді тапсырып түгелдей, общий анализ крови, мочи, биохимический анализ, коагулограмма, ЭКГ түсесіздер, гепатитке тапсырасыздар, ПЦР тапсырасыздар, ковидке. Соның барлығын тапсырып, порталыңызды алып, дайын күйінде өзіңіздің сумка фрадом деген бар, соны алып барып жатасыздар. Ал егер сізде толғақпен баратын болсаңыз, физиологиялық жағдай болса, сіз ретті толғақ кезінде бару керексіз. Яғни ішіңіз 10 минуттың ішінде 2 толғақ 30 секундқа созылып, қайта-қайта тоқтамастан ұзара берсе, тоқтамастан 10 минуттан кейін тағы толғақ, 10 минуттың ішінде тағы толғақ, 10 минуттың ішінде. Сол кезде сіз уже перзентханаға бара беру керексіздер, Бұл жерде де тоже көп нәрсені учитывать ету керек. Перзентхана ол қай жерде орналасқан, сізге 3-й уровень берді ма, қалада ма, может сіз ауылда бірақ қалаға босануға берді ма. Сол уақыттарда сіздер бұл жағдайда нені учитывать ету керексіздер? Баратын жолыңызды, жолдағы пробканы, соның барлығын учитывать етіп, ертерек бара бергендеріңіз дұрыс. Ал егер сізде қан қысымы көтерілсе, қан келсе, толғақ болса, су кетсе, олда уже сразу скорый шақырасыздар. Бұл уже экстраны жағдайлар, жүктілік кезінде қауіпті жағдайлар. Сол кезде бірден скорый шақырып бару керексіздер, қыздар,